Әділетті болу үшін алдымен мейірбан болу керек. Көздер сөйлей алады, қуаныштан күле де жылай да алады. Сөздермен алдауға болады, бірақ көзбен алдау мүмкін емес. Адамның көздерінде тылсым күш жатыр. Бәрін түсіндіруге болады, бірақ бәріне емес. Біреуге риясыз сену, оның қолына өз еркіңмен өткір қанжар ұстатқаның. Лыпып тұрған қанжармен ол сені қорғауы да мүмкін, бауыздауы да мүмкін. Ей көңілім, сыйлық күтпе бұл заманнан қараңға. Уақыт озар барлығынан шаң қаптырып адамда. Дертің әр сәт күшейеді, ауырады тынымсыз, күткен менен мына уақыт емдемейді жараңды. Жас та өтер, бірте-бірте кәрі өтер. Баянсыз бұл жалғанның бәрі бекер, жаһанда мәңгі жасар жан жоқ сірә. Кетеміз, кетті, келер, тағы кетер. Жұлынған гүл сыйлануы тиіс. Жазыла бастаған өлең аяқталуы. Ал сүйікті әйелің бақытты. Олай болмаса, әлің жетпес тірлікті бастамауың керек. Уайым ертеңгі мәселені шешпейді, тек бүгінгі мазаңды алады. Маған адамның кедейлігі емес, оның ойы мен жанының кедейлігі қынжылтады. Әрекет етпей арманға жетуді ойлау, егін екпей оны жинаумен тең. Ақымақпен достық құрып жетіспейсің, дананың берген уын қабылда, ақымақтың қолынан алтын алма. Өмірді дана секілді сүргің келсе, екі басты қағиданы жаттап ал. Әр нәрсені жегенше аш қалған дұрыс, әркіммен өмір сүргенше жалғыз болған дұрыс. Жұрттың бәріне бірдей дос боламын дегендер ешкімге де дос бола алмайды. Бөтенге шексіз сеніп қалудан сақтан. Дос деп құрмет тұтып жүрген адамыңның өзі сені сатып кетуі мүмкін. Адамның санасы қаншалықты төмен болса, ол мұрнның соншалықты аспанға шүйіреді. Арнаға тіркеліп, қолдауыңды көрсет. Қазақ контент YouTube арнасы.